Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бұл сабақта үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер, сондай-ақ үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер тақырыптарын қарастырамыз. Тақырып өте қызықты, сол себептен мұқият тыңдап отырыңыздар. Ең алдымен үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер тақырыбын қарастырамыз. Егер үшбұрыштың барлық қабырғалары шеңберге жанасатын болса, онда шеңбер үшбұрышқа іштей сызылған, немесе үшбұрыш шеңберге сырттай сызылған деп аталады. Енді осы айтылған анықтама бойынша біз сіздермен келесі суретті қарастырайық. Геометрия пәні ол теория мен практиканы қатар алып жүретін пән болғандықтан, қазір мен сіздерге жоғарыда айтылған сөйлем мен мына сурет екеуін байланыстырып түсіндіріп беретін боламын. Бізге АБС үшбұрышы берілген, және де оның ішіне салынған центрі О болатын шеңбер берілген. Енді жоғарыда айтылған анықтамаға қарайық. Үшбұрыштың барлық қабырғалары шеңберге жанасатын болса, осыны тексереміз. АБ қабырғасы Д нүктесінде, БС қабырғасы Е нүктесінде, ал АС қабырғасы F нүктесінде қиылысып тұр. Байқасаңыздар, үшбұрыштың барлық қабырғасы мына шеңбермен жанасып тұр. Олай болса, біз шеңбер үшбұрышқа іштей сызылған деп айта аламыз. Яғни мына шеңберіміз үшбұрыштың ішінде орналасқан. Немесе осы шеңбердің сыртында үшбұрыш орналасқан деп айта аламыз. Енді сіздерде мынандай сұрақ туындауы мүмкін: кез келген үшбұрышқа осындай шеңбер сызуға бола ма деген. Оның жауабы иә. Кез келген үшбұрышқа осындай іштей шеңбер сызуға болады. Бұл шеңбердің центрі үшбұрыш биссектрисаларының қиылысу нүктесі болады. Яғни биссектриса дегеніміз осы үшбұрыштың кез келген бір бұрышынан шығып, сондай-ақ осы бұрышты тең екіге бөлетін кесінді немесе сәуле. Осы суретке біз биссектрисаларды жүргізіп көрейік. А бұрышынан, сондай-ақ Б, С бұрыштарынан биссектрисаларды жүргіземіз. Байқап тұрсаңыздар, олардың қиылысу нүктесі, яғни мына нүкте бізде осы шеңбердің центрі болып тұр. Яғни кез келген үшбұрыштың биссектрисаларын жүргізіп, оның центрін анықтай аламыз, және де осы үшбұрыштың ішіне шеңбер сыза аламыз. Және де мұндағы ДО, ОЕ және де ОФ деген кесінділеріміз осы іштей сызылған шеңбердің радиустары болады. Олар радиус болса, ол кесіндер өзара тең болады. Келесі, үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер. Егер үшбұрыштың барлық төбелері шеңбердің бойында жатса, онда шеңбер үшбұрышқа сырттай сызылған, немесе үшбұрыш шеңберге іштей салынған деп аталады. Енді осы айтылған бойынша төмендегі суретке қарайық. Бізге АБС үшбұрышы берілген, сондай-ақ осы үшбұрыштың сыртынан центрі О болатын шеңбер салынған. Жоғарыда айтылған анықтама бойынша үшбұрыштың барлық төбелері шеңбердің бойында жатуы керек. Енді қараңыздар, бізде А төбесі, Б төбесі және де С төбелері шеңбердің бойында тұр. Олай болса, біз шеңбер үшбұрышқа сырттай сызылған деп айта аламыз. Кез келген үшбұрыштың ішіне шеңбер салған сияқты, кез келген үшбұрыштың сыртына да шеңбер салуға болады. Бұл шеңбердің центрі үшбұрыш қабырғаларының орта перпендикулярларының қиылысу нүктесі болады. Яғни мына сурет бойынша бізде М және N орта перпендикулярлар жүргізілген. Осылардың қиылысу нүктесі, яғни мына нүктеміз, ол О нүктесі. Демек, мына сырттай сызылған шеңбердің центрі болады. Сүйір бұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің центрі үшбұрыштың ішінде жатады. Яғни мына сурет бойынша бізде сүйір бұрышты үшбұрыш берілген, осының сыртынан шеңбер жүргізілген. Ал осы шеңбердің центрі мына үшбұрыштың ішкі жағында орналасады. Тік бұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің центрі гипотенузаның ортасында жатады. Демек, тік бұрышты үшбұрыштың сыртынан шеңбер жүргіземіз, ал оның центрі мына гипотенузаның тура ортасында орналасады. Сондай-ақ, доғал бұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің центрі үшбұрыштың сыртында жатады. Яғни, доғал бұрышты үшбұрышты аламыз, осының сыртынан шеңбер сызатын болсақ, оның центрі мына үшбұрыштың сыртқы жағында орналасады. Ал енді тең қабырғалы үшбұрышты қарастырайық. Тең қабырғалы үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңбер центрлері беттеседі. Яғни, мына суретке қараңыздар, тең қабырғалы үшбұрыштың ішіне шеңбер салынған, сондай-ақ сыртына шеңбер салынған. Олардың центрі бір нүктеде беттесіп тұр. Яғни, сырттай және іштей салынған шеңберлердің центрлері бір нүкте болады деген сөз.